Алпыс құлаш аларқан қызыл ердің ілулі босағада тұр еді. Іліп алып аяққа, мініп алып торатқа дүрілдетіп жөнелді. Қызыл ерді сүйреткі қылып үйретті. Ішінде шеңгел тікенге өкпе бауырын түйретті. Салып алып тақымға қабырғасын күйретті. Көкпар қылып дұшпанын тау мен тасты күңіретті. Мен Исатай Жанарыс, нөмірі 270 Ғапур Мұхамеджанов атындағы орта мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Мен осы қобыланды жыры байқауы арқылы өзімді рухани сусындандырып, кемел болашаққа жастардың қосар үлесі зор екенін түсіндім. Жазғы демалыс кездерінде де оқушылар дайындықты үзген жоқ. Жырға дайындық барысында мен өз оқушыларымның жанарларында оттың бар екендігін, кеуделерінде бір ерекше рухтың бар екендігін байқаймын. Және сонымен бірге сөздің қасиетін тануға, көркем сөздің құдіретін тануға деген ерекше ықыластары бар. Ал сөзді тану, бұл өзіңді тану, тарихыңды тану. Бұл бізді ерекше қуантады.